Болашақ жастар үшін атты республикалық семинар бұдан бұрын еліміздің тағы бірқатар қалаларында өткізілген. Мәселен, Түркістан, Ақсай және Щучинск қалаларында. Ал Екібастұзда өткізіп жатқан бұл осы жылғы ең соңғы жұмысымыз дейді қауымдастық өкілдері. Ал қауымдастықтың негізгі міндеттер болашақ стипендиаттарын бір ортаға жинап, олардың жұмысқа орналасуына және басқа да жағдайлармен көмек көрсетеді. Сонымен бірге осындай семинарлар арқылы жастардың бәсекеге қабілетті және зияткерлік қабілеттерін арттыруда ықпалы зор. Бұл семинардың ерекшелігі неде? Біріншіден, бұл семинар барысында біз жастарға олар мектептен немесе университеттен ала алмайтын, біле алмайтын нәрселерін беруге тырысамыз. Қазіргі заманда, менің түсінігімше, тек мектептің немесе университеттің білімімен өмір сүріп, белгілі бір жетістікке жету мүмкін емес. Өйткені басқа да бір дағдылар бар, аталған ұйымдар қамтамасыз етпейтін. Мысалға, жетістікке жетем деген адам, менің түсінігімше, бүгінгі уақытта кісілердің алдына шығып сөз сөйлей білу керек. Екіншіден, ондай адамның көшбасшылық қасиеттері болу керек. Үшіншіден, ол адам өз уақытын үнемді пайдалана білу керек. Семинар өткізушілердің айтуынша, бүгінгі жастар мектептің немесе университет және колледж қабырғаларынан алған білімдермен үлкен жетістіктерге жету екіталай. Себебі онда белгілі бір деңгейдегі бағдарлама бойынша ғана оқытылады. Ал білімге, ғылымға құштарлығы бар жастар өздерін осы бастан дайындап, болашақ стипендиясы арқылы шетелдік оқу орындардан сусындау әлдеқайда тиімдірек дегенді жеткізді. Болашақ стипендиясы әлі де дамуда, және де осы сұхбатты көріп отқан барлық жастарға тілейтінім, шетелде оқу ол өте жақсы мүмкіндік. Осыны жіберіп алмау керек. Өйткені енді жасыратын ештеңесі жоқ. Шетелдің университеттері, әсіресе батыстың университеттері біздің жоғары оқу орындарына қарағанда басым және білімдері де сапалы. Және болашақ стипендиясының өзін ашу арқылы біздің өкіметіміз оны мойындап отыр. Яғни біздің университеттердің дәл қазір бүкіл әлем бойынша бәсекелестікке қабілетсіздігін. Сондықтан да оның ештеңесі де жоқ. Шетелге барып, әлемдегі ең үздік білімді алу мүмкіншілігін қолданбау ол ақымақтық. Осы тұста тағы бір ескерер жайт, өзге елден білім алған жастар өз еліне деген сүйіспеншілігін жоғалтып алмай ма? Өйткені шетелде қалып жатқан қандастарымызда жоқ емес. Егер өз елінің шын патриот ретінде еліне оралып қызмет жасап еңбегін сіңіретін болса, құптарлық.